Қайырлы күн, құрметті студенттер. Алдыңғы дәрісімізде біз тұтынушыға әсер етудің сенсорлық және психологиялық жолдарын 5D брендинг пен бренд архетиптерін жан-жақты талдаған болатынбыз. Біз тұтынушының бейсаналық деңгейіне қалай ену керектігін білеміз. Бүгін біз осы процестердің ең іргелі негізіне мидың ақпаратты өңдеу ерекшеліктері мен сатып алу шешімінің нейрологикасына үңілеміз. Бүгінгі 5-ші дәрісіміздің тақырыбы нейромаркетингтің негіздері. Дәрісімізді бастайық. Ал енді бір сұрағым бар еді сізге. Дәрісімізді кішігірім экспериментпен бастайық. Осы экрандағы көріп тұрғаныңыз есепке назар аударайық. Бита мен доптың жалпы құны $1.10. Бита доптан $1 қымбат. Доптың бағасы неше? Көпшіліктің ойына бірден 10 цент деген автоматты жауап келеді. Ол дейтін бізде бірінші жүйе болып саналады. Тіпті Гарвард пен Принстон студенттердің 50%-дан астамы осы қате жауапты берген. Өйткені олар интуицияға негізделеді. Бірақ бұл иллюзия. Егер логикаға негізделіп дұрыс жауапты есептесек, отырып, санап, сонда доп $0.05 тұратын, ал бита $1.05 болғанда ғана бита доптан $1 қымбат болатын, мен жалпы сомасы $1.10 құрайды. Бұл мысалдан шығатын басты түйін біздің миымыз әрқашан ең аз кедергі келтіретін энергияны үнемдейтін жолда таңдайды. Нобель сыйлығының лауреаты Дэниел Канеман адам миының ақпаратты өңдеу жүйесін екіге бөлді. Осы шартты да түрде автопилот және пилот деп атаймыз. Бірінші жүйе автопилот жылдам, интуитивті және автоматты жұмыс істейді. Ол энергияны мүлдем қажет етпейді, үнемі қосылы тұрады. Мысалдар, жарнама билбордтың оқымай-ақ лезде байқау, қауіпті сезіну, екі қосылған екі есебін автоматты шешу. Соның барлығын жүйе бірге келтіреміз. Жүйе 2, екінші жүйе пилот, баяу, логикалық және саналы. Ол күш жігерді талап етеді, назар аударғанда ғана іске қосылады. Мысалдар, салық декларациясын толтыру, екі кір жуғыш машинаның бағасы мен сипаттамаларын салыстыру, маркетологтар үшін ең маңыздысы, біздің шешімдеріміздің көпшілігі логикалық екінші жүйенің емес, интуитивті жүйенің өнімі болып келеді. Неліктен ми автопилотқа сенім артады? Оның себебі қуаттылық пен өткізу қабілетінде. Біздің санамыздың, яғни пилоттың, екінші жүйеміздің өткізу қабілеті секундына небәрі 40 бит ғана құрайды. Ал біздің санамыздан тыс жүйеміз автопилот бірінші жүйе секундына 11 миллион бит ақпарат өңдейді. Айырмашылықты сезініп тұрсыз ба? Саналы түрде барлық ақпаратты өңдеуге мидің күші де, уақыты да жетпейді. Сондықтан ми шешім қабылдаудан орасан зор энергия жұмсамау мақсатында бізге автоматты түрде бұрыннан таныс, қарапайым және дайын нәрселерді таңдап береді. Келесі автопилоттың біз байқамайтын белгілерге қалай жауап беретінін дәлелдейтін атақты адалдық қорабы эксперименті туралы қарастырайық. Бір компанияда шай мен кофе ақысын жинайтын қораптың жанына қарап тұрған адам көздерінің суреті ілінгенде қызметкерлердің қорапқа әлде қайда көп ақша қалдыра бастаған анықталды. Бұл эксперименттің түйіні неде? Тұтынушы саналы назар аудармаса да, бірінші жүйе қоршаған ортадағы барлық белгілерді, түстер, дыбыстар, суреттер, әлеуметтік ережелер, тағы басқалары автоматты түрде оқиды және адамның мінез құлқын бірден өзгертеді. Осы суретте көре аласыз, мына графикте зерттеудің нақты нәтижесін көре аламыз. Кофе үшін ақшаны өз еркімен салатын жәшіктің жоғары жағына кезекпен бір апта адам көзінің суретін, екінші апта гүлдің суретін іліп қойған еді. Нәтижесінде көз суреті ілулі тұрған апталарда жиналған ақша көлемі гүл суреті тұрған апталарға қарағанда 3 есе көп болған. Неліктен бұлай болды? Себебі біздің жүйе бірінші жүйеміз автопилот көз бейнесін әлеуметтік бақылаудың белсенді сигналы ретінде бейсаналық түрде қабылдайды. Адам іштей мені біреу бақылап тұр, адал болуым керек деген сигнал алып, ақшаны толық төлейді. Келесі маңызды феномен фрейминг эффектісі, немесе орыс тілінде обрамление деп атайды.
Оның негізін қалаушы сол жаңағы жүйе 1, жүйе 2-ні талдаған Дэниел Канеман болған еді. Оның айтуынша ақпараттың ұсыну тәсілі біздің шешімімізді түбегейлі өзгертеді. Сол жақтағы оптикалық иллюзияға қараңдаршы. Ортадағы екі төртбұрыштың түсі бірдей сұрлық. Бірақ оларды қоршаған фон, фрейм, оң жақтығын ашық, сол жақтығына күңгірт етіп көрсетеді. Дәл осы заңдылық коммерциялық иллюзияда да жұмыс істейді. Мысалы, Starbucks-тың кофесі 3 фунт тұратын, ал Wild Beans кафенің кофесі 1,5 тұратын кофенің дәмінде айырмашылық аз болуы мүмкін. Бірақ брендтің дизайны, қаптамасы, логотипі және дүкен интерьері, яғни фон, мида префронталдық қыртысты белсендіреді. Тұтынушылар өнімнің өзін емес, оның қаптамасын, яғни контекстін бағалайды. Осы қарасаңыз болады, осы түсте екі ішіндегі сұр түсі бірдей болады. Келесі, мақсаттар зейінді басқарады. Психолог Альфред Ярбустың атақты көзді бақылау эксперименті тұтынушы назарының қалай бөлінетінін дәлелдеді. Автопилот қоршаған ортадан тек біздің мақсатымызға сәйкес келетін сигналдарды ғана іздейді. Бірақ бір ғана суретке қарағанда адамдардың назары берілген тапсырмаға байланысты түбегейлі өзгереді. Мысалы, бірінші мақсат отбасының материалдық жағдайын бағалау дегенде көз бірден адамдардың киім мен жиһазға түседі. Екінші мақсат адамдардың жасын табу. Тапсырылғанда назар тек бет әлбетке аударылды. Үшінші мақсатымыз адамның қанша уақыт болмағанын бағалау. Осы үйде мысалға, керек болғанда көз адамның эмоционалдық реакциясын іздейді. Тұтынушының назарын белсенді сигналға тек оның ішкі мақсаты мен мұқтаждығымен үндескенде ғана байқата аласыз. Ал енді нейромаркетингдің ең іргелі зерттеулердің бірі Брайан Кнутсонның тәжірибесі, эксперименті болып келеді. Кішкене осыған тоқталайық. Ол респонденттерге fMRI сканерінің ішінде өнімді көрсетіп, сатып алу шешімінің 3 фазасын тіркеді. Бірінші фазасы өнім фазасы. Экранда танымал шоколад пайда болғанда мида жағымды күту, яғни ләззат алу аймағы іске қосылды. Келесі фаза баға фазасы жанынан $7 деген баға көрсетілгенде мида қаржылық шығынды қиналу, ауырсыну ретінде қабылдайтын аймақ инсула деген аймағымыз белсендірілді. Келесі үшінші фазасы, шешім фазасы, респондент я немесе жоқ деген жауап беріледі. Респонденттерімізге ғалымдар осы әдіс арқылы адамдардың нақты сатып алуын олар ауызша айтқанға дейін 60%-ға дейінгі дәлдікпен алдын ала болжай алды. Нәтижесі Кнутсон тәжірибесінен шыққан нейромаркетингтің басты формуласы мынадай болып келді. Таза құндылық тең болады ләззат, одан азайтылған қиналу. Қаншалықты қиын жағдаймыз, сезім. Егер өнімнен күтілетін пайда мен ләззат жоғары болып, ал бағадан туындайтын қиналу мен ауырсыну төмен болса, таза құндылық жоғарылайды. Ал таза құндылық неғұрлым жоғары болса, тұтынушының сатып алу ықтималдылығы соғұрлым жоғары болады. Маркетологтың міндеті өнімнің құндылығын арттыру арқылы ләззатты көбейту және бағаны қабылдауды жеңілдету арқылы қиналуды азайту. Ал бүгінгі дәрісімізді қорытындылайық. Біз нейромаркетингтің ең маңызды нейронегіздерін көрдік. Тұтынушылардың рационалдағы иллюзия ми әрқашан ең аз кедергі келтіретін және энергияны үнемдейтін жолды таңдайды. Санамыз пилот секундына тек қана 40 бит өңдесе, бейсаналық автопилотымыз 11 миллион бит ақпарат өңдейді. Және біз фрейминг деген эффектісін қарастырдық. Болашақта, келешекте қандай не болса да зерттеулерді өткізгенде фрейминг эффектісі не екенін түсіне аласыңдар. Сондықтан бүгінше тақырыбымыз бітті. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше. Сау болыңыз.